Арнама қош келдіңіз. Ұнаса лайк басып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Сылтау немесе нәтиже. Төмендегі суретке мұқият қарасаңыз, әртүрлі шұлықтар мен екі бөлек аяқ киім киген Олимпиада чемпионын көресіз. Бұл әрекет сәндену емес еді. 1912 жылғы ақш-та өткен Олимпиада ойынына Оклахомадан үнді Джим Торпе жаяу жүгіріске қатысу үшін келіпті. Жарыс өтетін күні таңертең оның аяқ киімін ұрлап кеткен. Бақытына орай Джим Торпе қоқыс жәшігінен 2 жұп аяқ киім тауып алады. Бір сыңары оның аяғына тым үлкен болғандықтан қос шұлық киюге тура келді. Осы 2 түрлі аяқ киіммен жүгірген ол 2 алтын медаль жеңіп алды дейді. Суреттегі аяқ киім сол қоқыс жәшігінен тауып киген аяқ киімдер. Бұл мысал өмірдің сәтсіздіктеріне мойымау керектігін ескертетін керемет оқиға. Сізге сылтау мен нәтиже екеуінің бірі ғана бұйырады. Екеуін бір уақытта алу ешқашан мүмкін емес. Амантай Тойшыбайұлы парақшасынан алынды. Оқыған Гүлбибі Әбусайылқызы.